Өткен күннен берейін бе, азақ бар. Біз көрмеген, айтшығандай азап бар. Гідікаға кірмек түгіл бір кезде, автобуспен жүре алмайтын қазақтар. Ит айтақтап, соңымыздан қасқыр сап, төбемізден жауды қанша тас бұршақ. Нан алуға орысшасы жетпеген қанша қандас өліп кетті аш құрсақ. Бұл тағдырдың талай жедік бейшігін, қабырғамның кім түзетпек қисығын. Қиналғанмын тар бөлмеге сыя алмай, ивандардың жалдап алып үйшігін. Жолаушысы бір отырып бір тұрып, көк трамвай кетіп барат жолқынып. Қайран өмір қай көшеде қалады, кондуктордың билетіндей жарталап. Фрунзеден қалып кеткен сағат бұл, адамдардың өлімдерін санап тұр. Лениннің орнына жайғасып, Абай атам қарертіске қарап тұр. Өткен күнін ұмытты ғой көп жаман. Есіңде ме, ескірмейтін сол заман. Ол кездері Павлодардың шетінде Атамекен деген ауыл болмаған. Көк мешіттің үзілмесін азаны, өмір деген Манақбайдың базары. Павлодарды қазақ қылған Баянтау, Аққулы май, Ақтоғайдың қазағы. Ақбеттаудан көшіп келген бір ақын, қарертіспен қатар өрді мұратын. Қайран менің 25 жасымай, Кутузова көшесінде тұратын. Көше кезіп келе жатып, оңғармен көз алдыма елестеді сол дәурен. Әлі де сол қаңғып жүрген қазақтар, автобуста орындары болғанмен. Пай-пай шіркін бұл даланың кеңдігі, бір арманым ғана қалды ендігі. Бірақ оны айтпасам да белгілі.